Құрметті оқушылар мен тыңдаушылар, сабағымыздың тақырыбы температура мен ылғалдылықты өлшеу. Бүгінгі сабағымызға Arduino платформасын пайдаланамыз. Енді ол үшін қажетті құралдарын таныстыра кетейін. Өйткені ол үшін бірінші қажетті нәрсе Arduino Uno платысы, және екінші сымдар, мама папа деп аталады, жалғағыш сымдар, және USB жалғағыш, және бізге қажетті ең негізгі нәрсе бізде датчик. Ылғалдылық пен температураны өлшеу үшін DHT11 датчик қолданамыз. Оның негізгі қасиетіне тоқталып кететін болсақ, бұл бізде ылғалдылықты 20-80% қабылдай алады, және температураны өлшеу 0-ден плюс 50-ге дейін температураны қабылдай алады. Және бұның оқу жылдамдығы 1 секундқа дейін болады. Және қарапайым біздің күнделікті пайдаланған температураны есептеуге немесе жобаға пайдалануға болады. Енді ол үшін бізге бірінші қажетті нәрсені алдық, және осы датчиктің негізгі екі бөліктен тұрады. Минус бөлігі көрсетілгенде сізде ол ең шеткі бөлігінде минус болады, және ортасындағы ол 5 вольттыққа жалған сым, және соңғы бөлігінде цифрлық деп аталады. Сол бөліктерді Arduino Uno платформасына жалғаймыз. Ол үшін бірінші шеткі бөлігінде минус бөлігін SMD деген бөлім бар, наземление деген бөлімде жалғаймыз. Екінші бөлігі бізде бұл 5 вольт. Оны осы электр ток көзі 5 вольт бергендіктен 5 вольт бөлігіне жалғаймыз. Содан кейін қажетті бізде ақпарат цифрлық бөлімі, мына жақта digital деп тұрады. Платформаның сол бөлімде екінші бөлікке жалғаймыз. Енді жалғағаннан кейін міндетті түрде USB-ді қосып компьютерге жалғаймыз. Енді келесі бөлім бізде программалау бөлімі бар, сол программалау бөліміне көшеміз. Оқушылар, мына сіздің алдыңызда көрсетіліп тұрған ол температура мен ылғалдылықты өлшейтін бағдарламасы. Енді осыны ең алғашқы бастамастан бұрын бізде Sketch деген бөлімнен библиотеканы қосыламыз. Өзімізге қажетті библиотеканы атын бізде датчик DHT11 болғандықтан бізге қажетті библиотека, осы библиотеканы таңдаған кезде сізде міндетті түрде библиотека қосылады. Осы библиотеканы қосқаннан кейін сізде міндетті түрде екінші бөлімін, сіз библиотеканы қостыңыз міндетті түрде, және екінші бөлімде сіздің библиотекаңыздың аты қандай, мысалы құрылғының. Мысалы DHT 22 болатын болса, сіз онда 22 деп жазасыз. Менде қазір пайдаланып отырған DHT 11. Енді келесі Void Setup бөлімінде біз экранға дисплейға емес, компьютердің экранына шығарғандықтан біз бастапқы бөлігі экранда 57600-ден бастаймыз. Ал енді біздің жаңағы ақпаратты беру үшін біздің Arduino Uno платысында біз екінші портқа қостық. Осы порт арқылы digital деп тұр, сол 5 вольт арқылы осы екінші порт арқылы бізде жұмыс жасайды. Содан кейін бізде Void Loop деген бөлім бар. Ол бөлімде біз температураны 2 секунд сайын өлшеп тұрады, және екінші мән біз ылғалдылықты бердік. Ылғалдылық 2 секунд сайын, ылғалдылықта 2 секунд сайын дисплейға көрсетіліп тұрады. Содан кейін мұнда Cell Print деген бөлімде біз оның мағынасын экранға, мысалы бірінші ылғалдылықтың қос нүкте арқылы, және оның шығару мәнін, және оның пайызбен көрсетеді. Қанша процент мысалы ылғалдылық екенін міндетті түрде көрсетеді. Содан кейін келесі температура, және оның белгісі қандай температура, және оның қандай шкалада өлшенетінін көрсетеді. Енді біздер осы бағдарламамызды бірінші тексеріп аламыз. Бірінші проверка бөлімі арқылы тексеріп аламыз. Біздің барлық библиотекамызды оқып тұрғанын тексеріп қарауға болады. Енді ол үшін бірінші міндетті түрде қосасыздар. Қосқаннан кейін, мысалы, сізде міндетті түрде оқу, мені қараңыз, сізде міндетті түрде оқығанын белгісі берілу керек. Содан кейін сіз скетчті загрузить етесіз Arduino'ға.
Ол кезде сіздің Arduino Uno'да екі свет міндетті түрде қосу керек. Библиотекаңыз барлығы қосылды. Загрузка завершена деп тұрса, сіздің бағдарламаңыз барлығы дұрыс деген сөз. Енді экранға шығару пернесі Monitor Port деген экранға шығарамыз. Оқушылар көріп тұрғаныңыздай, бірінші бағанда бізде ылғалдылық көрсетіп, екінші бағанда температура көрсетіп. 42 дегеніміз ылғалдылық, 26 ол температура. Қазір біздер эксперимент жасап, сіріңке арқылы оған жылулық береміз. Және жылулық берген кезде бізде керісінше температура көбейіп, ылғалдылық төменге түсу керек. Бізде көріп тұрғаныңыздай қазір температура жайлап көтеріп жатыр, 35, ылғалдылық керісінше жайлап түсіп жатыр. Енді бұл суға ұстайтын болсақ, керісінше ылғалдылық көбейіп, температура азаяды. Назарларыңызға рахмет.